Бейнебаянды бастамас бұрын айта кетейін. Каналға аз ғана адам жетпей тұр. Подписка басып кетсеңіздер, разы боламын. Бұл оқиға шын өмірден алынған. Жүрегіңізді тебірентетін, ойландыратын шынайы әңгімелерді осы видеодан тамашалаңыз. Әсемгүл, сен де біреудің босағасын аттайды деп кім ойлаған? Бұл сөзді естіген сайын Әсемгүлдің өзі де күліп жіберетін. Расында, 52 жасында келін атанам деп ол ешқашан ойламаған еді. Көктемнің соңғы айы болатын. Таңғы сағат 7-де Әсемгүл әдеттегідей аулаға шығып гүлдеріне су құйып жүрді. Үй іші тыныш. Үлкен ұлы Ержан жұмыста, келіні балаларды мектепке дайындап жатқан. Қызы Гүлназ басқа қалада тұратын. Күйеуі Ораздың дүниеден өткеніне 15 жыл болған. Сол 15 жылдың ішінде Әсемгүл өзін түгелдей балаларына арнады. Бірін оқытты, бірін үйлендірді, қызын ұзатты. Немерелерін бақты. Өзінің өмір туралы ойлауға уақыты да болған жоқ. Бірақ соңғы кезде кешкілік жалғыз қалғанда жүрегінде бір бос кеңістік пайда болатын. Балалары жанында, немерелері бар, бірақ бәрібір жалғыздық бар еді. Ол мұны ешкімге айтпайтын, тіпті өзіне де мойындағысы келмейтін. Сол күні күтпеген жерден бәрі өзгерді. Түске қарай көрші ауылдағы туыстары телефон соқты. Әсемгүл апай, сен бүгін кешке келесің ғой? Қайда? Айнұрдың қызының тойына. Әсемгүл бір сәт ойланып қалды. Барғысы келмеді, бірақ үйде жалғыз отырғаннан да жалыққан. Жарайды, барам. Кешке қарай тойханаға кірген кезде іші лық толы адам екен. Жақындаған сайын жүзі таныс көрінді. Өте таныс, бірақ есіне түсіре алмады. Әсемгүл? Әсемгүл таңырқап қарады. Иә, танымадың ба? Әйел көзін сығырайта қарап қалды. Сосын кенет орнынан атып тұрды. Қайрат? Екеуі қатар күліп жіберді. Бұл оның мектептегі сыныптас еді. 40 жылдан астам уақыт көріспеген. Мынауың қызық болды ғой, деді Қайрат. Рас айтасың. Екеуі ұзақ сөйлесті. Мектеп кезін еске алды. Сыныптастарын сұрады, өткен күндерді әңгімеледі. Сол кеште Әсемгүл көптен бері алғаш рет шын көңілден күлді. Той біткен соң Қайрат: телефон нөміріңді берші, кейде хабарласып тұрайық, деді. Әсемгүл қысылып қалды. Бірақ жаман ой көрмеді, нөмірін берді. Сол түні үйге келген соң ұзақ уақыт ұйықтай алмады. Неге екенін өзі де түсінбеді. Келесі күні Қайрат хабарласты. Одан кейін тағы. Бір аптадан соң күн сайын сөйлесетін болды. Әңгімелері таусылмайтын. Бірде немерелер жайлы, бірде балалық шақ жайлы, бірде өмір туралы. Әсемгүл байқамай күте бастады. Телефон шырылдаса болды. Жүрегі елең ететін. Өзіне өзі ренжитін. 52 жастағы әйелге не болды деп ұрсатын. Бірақ жүрекке бұйрық жүрмейді екен. Арада 2 ай өтті. Бір күні Қайрат: кездесейікші, деді. Олар аудан орталығындағы саябақта жолықты. Ұзақ серуендеді. Сол күні Қайрат кенет тоқтап қалды. Даусы байыпты шықты. Әсемгүл, мен саған бір нәрсе айтқым келеді. Әсемгүлдің жүрегі дүрсілдей жөнелді. Айта бер. Мен жалғызбын, сен де жалғызсың. Қалған өмірімізді бірге өткізсек қайтеді? Әсемгүл естімегендей тұрып қалды. Не? Маған тұрмысқа шық. Әлем бір сәтке тоқтап қалғандай болды. Ол мұндай сөз күтпеген, мүлде күтпеген. Қайрат, біз жас емеспіз ғой. Жастық өтті, бірақ өмір біткен жоқ. Әсемгүл үндемеді. Қайрат та қыстамады. Ойлан, жауабымды кейін айтасың. Сол түні Әсемгүл таң атқанша көз ілмеді. Ораз есіне түсті. Өткен өмірі есіне түсті. Балалар есіне түсті. Ел не дейді? Туыстар не дейді? Немерелер не ойлайды? Сұрақ көп еді. Бірақ бір сұрақ бәрінен ауыр болды. Мен бақытты болуға құқылмын ба? Бір аптадан кейін ол балаларын жинады. Үлкен ұлы Ержан, кіші ұлы Бекзат және қызы Гүлназ келді. Шай үстінде Әсемгүл ақырын ғана: мен сендерге бір нәрсе айтқым келеді, деді. Балалар бірден елең етті. Не болды? Маған бір адам үйленуге ұсыныс жасады. Үстел үстінде үнсіздік орнады. Бірнеше секунд ешкім сөйлемеді. Бірінші болып Ержан тіл қатты. Қалай? Үйленуге ұсыныс жасады. Мама, сіз әзілдеп отырсыз ба? Жоқ. Қызы Гүлназ да таң қалып отыр. Шынымен бе? Иә. Ержанның қабағы түйілді. Бұл дұрыс емес. Несі дұрыс емес? Сіздің жасыңызда, менің жасымда не? Ел күледі. Бұл сөз Әсемгүлдің жүрегіне тиді. Ел үшін өмір сүріп жүрмін бе мен? Ержан үндемей қалды. Бірақ қарсылығы анық байқалды. Келесі бірнеше күн үйде ауыр атмосфера болды. Балалары қайта сөйлесті. Қарсы болды, ренжіді, тіпті жылады.
Бірақ Әсемгүлдің ішіндегі шешім күн сайын нығая берді. Алғаш рет ол өз өмірі үшін таңдау жасағысы келді. Бір кеште Қайрат телефон соқты. Шешім қабылдадың ба? Ұзақ үнсіздік болды. Сосын Әсемгүл терең дем алды. Иә. Не шештің? Келсем. Телефонның ар жағында үнсіздік орнады. Содан кейін Қайраттың қуанышты күлкісі естілді. Рахмет, Әсемгүл. Әсемгүлдің көзінен жас шығып кетті. Қорқыныштан емес, жеңілдеп кеткеннен. Бірақ ол кезде нағыз қиындық әлі басталмаған еді. Өйткені бұл хабарды естіген туыстардың реакциясы бүкіл әулетті дүр сілкіндіретінін Әсемгүл әлі білмейтін. Әсемгүл Қайратқа келісім бергеннен кейін барлығы тынышталады деп ойлаған. Бірақ керісінше болды. Жамалық туыстардың арасына отқа түскен майдай тез тарады. 2 күннің ішінде бүкіл аудан біліп алды. 3-ші күні ауыл білді. 5-ші күні көрші ауылдарға дейін жетті. Телефон дамылсыз шырылдай берді. Бірі құттықтайды, бірі тамырқайды. Бірі ашықтан ашық қарсы шығады, ал кейбіреулер өсек айтуға көшті. 52 жасында қайдағы күйеу? Немерелі болған соң тыныш отырмай ма? Қартайғанда ғашық болыпты ғой. Мұндай сөздер Әсемгүлдің де құлағына жетіп жатты. Алғашында қатты ауыр тиді, бірақ кейін ол бір нәрсені түсінді. Өмірінде алғаш рет өзі үшін шешім қабылдаған екен. Сондықтан артқа шегінгісі келмеді. Ең қиыны үлкен ұлы Ержан болды. Ол әлі келіспеген. Бір кеште анасының бөлмесіне кірді. Мама, соңғы рет сұраймын. Тыңдап тұрмын. Ойыңыздан қайтпайсыз ба? Әсемгүл ұлына қарады. Жоқ. Сонда бізді ойламайсыз ба? Сендерді өмір бойы ойладым. Ержан үнсіз қалды. Әкең кеткенде сен 19 жаста едің. Бекзат 16-да еді. Гүлназ 12-де еді. Мен кім үшін өмір сүрдім? Біз үшін. Иә. Енді аздап өзім үшін өмір сүргім келеді. Ержан алғаш рет анасының көзіндегі мұңды байқады. Көп жылдан бері байқамаған екен. Бірақ бәрібір ештеңе деместен шығып кетті. Бір аптадан кейін құдалық болатын күн белгіленді. Әсемгүл өмірінде алғаш рет қобалжыды. Жас қыздай болмаса да жүрегі тыныш емес еді. Сол күні Қайраттың туыстары келді. Үйге адамдар толды. Әңгіме айтылды, шай ішілді. Бірақ бәрінің көзі Әсемгүлде болды. Қызық көргенде қарай береді. Әсіресе бір әйелдің көзқарасы ұнамады. Бұл Қайраттың әпкесі Күләш болатын. Жасы 60-тан асқан. Сөйлеген сөзі өткір, жүзі суық. Бастан аяқ Әсемгүлді бақылап отырды. Соңында шыдай алмай: Әсемгүл, ренжіме, бір сұрақ қояйыншы деді. Қойыңыз. Осы жаста тұрмысқа шығу ойыңызға қалай келді? Үй іші тып-тыныш болып қалды. Бәрі жауап күтті. Әсемгүл бір сәт ойланып алды. Жалғыздықтан. Күләш тосылып қалды. Мұндай ашық жауап күтпеген. Сонда жалғыздықтан қорқтыңыз ба? Қорқпадың, бірақ шаршадың. Үй іші тағы үнсіз қалды. Бұл жолы ешкім қарсы уәж айта алмады. Құдалық өткен соң дайындық басталды. Қайрат той жасағысы келді. Әсемгүл қарсы болды. Не үшін той жасаймыз? Неге жасамаймыз? Ұят қой. Ұят емес, бұл біздің қуанышымыз. Ақыры шағын той жасауға келісті. Той күні келгенде Әсемгүл өзін ерекше сезінді. Ақ көйлек кимеді. Бірақ әдемі көк түсті көйлек тіктірді. Шашын жинастырды. Қызы макияж жасап берді. Айнаға қарағанда өзін танымай қалды. Соңғы рет осылай қашан сәнденгенін ұмытып қалыпты. Гүлназ анасына қарап көзіне жас алды. Мама, бақытты болыңызшы. Әсемгүл қызын құшақтап алды. Екеуі бірге жылады. Кешке той басталды. Тойхана адамдарға толды. Кейбіреулер шынымен қуанды. Кейбіреулер қызық көруге келді. Бірақ Әсемгүл оған мән бермеді. Қайрат қасынан бір елі ажырамады. Сол кеште көп жылдан бері алғаш рет өзін әйел ретінде сезінді. Кек ана емес, тек әже емес. Әйел. Той аяқталған соң келесі күні Әсемгүл жаңа үйге көшті. Осы сәтте оның өміріндегі ең ерекше кезең басталды. Қайраттың ата-анасы өмірден өткен. Бірақ үйде оның үлкен ағасы Нұрлан мен жеңгесі тұратын. Солармен бір аулада болатын. Әсемгүл табалдықтан аттағанда көрші қолаң жиналып қалыпты. Бәрі тамашалап тұр. Бірі күледі, бірі сыбырласады. Міне, жаңа келін келді. Келін емес, әже ғой. Сонда да келін болды ғой. Әсемгүл бәрін естіді, бірақ үндемеді. Жаңа үйдегі алғашқы таң ерекше басталды. Таңғы 6-да тұрып кетті.
Ас үйге кіріп шай қойды, дастархан әзірледі, үйді жинастырды. Өзі үшін емес, ішкі тәрбиесі солай еді. Сол кезде Нұрланның әйелі Сәуле кіріп келді. Ол Әсемгүлді бастан аяқ бір шолып шықты. Ерте тұрады екенсіз? Әдет қой. Жақсы, бірақ даусынан жылы сөз сезілмеді.